Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздерге өте дәмді әрі өте ерекше, дайындалуы да оңай маклюбе тағамының рецептімен бөлісетін боламын. Ендеше видеоны соңына дейін тамашалап, каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Ендеше бізге керегі 400 грамм ет, мөлшерін көбейтсеңіз де болады, азайтсаңыз да болады. 2 кішкентай сәбіз, 2 картоп, 2 пияз және де баклажанның жартысын ғана қолдандым. Және де жуылып, тазартылып тұрған 200 грамм күріш. Мен бұл жерде 2-3 адамға ғана арнап жасаймын, сондықтан мөлшерін көбейтсеңіз де болады. Ең алдымен етімізді қуырып аламыз. Ол үшін ыдысымызға ешқандай май, ештеңе құймаймыз. Етімізді салып қуырып аламыз. Менің етім тұздалған, егер сізде тұздалмаған ет болса, кішкене осы тұзын осы кезде салып қойсаңыз болады. Араластырып, түбін кішкене жабысуы мүмкін, бірақ ол ештеңе етпейді. Осылай еттің өзінің суы шығып, өте баяу отта етіңіз толығымен піскенше араластырып пісіреміз. Керек болса, кішкене су құйсаңыз болады. Енді біздің етіміз піскенше көкөністерімізді дайындаймыз. Ол үшін барлық көкөністі, баклажан, сәбіз, картоп, пияз барлығын дәл осылай дөңгелетіп турап аламыз. Енді бөлек табаға 3-4 ас қасық сұйық май құйып, біздің жуылып таза тұрған күрішімізді салып қуырып аламыз. Күрішті салғаннан кейін араластыра отырып, түбі жабысып қалмайтындай араластырып 5 минуттай қуырамыз. Күріш өзіне толығымен барлық майды сіңіріп алу керек. Бірақ оттың астын өте жоғары қоймаңыз, күріш күйіп жабысып қалмау керек. Күріш толығымен майды өзіне сіңіріп дайын болған кезде бір ыдысқа салып аламыз. Күрішімізді салып алғаннан кейін дәл сол ыдысқа енді көбірек сұйық май құйып, майымызды кішкене қыздырамыз. Майымыз қызып дайын болған кезде пияздан басқа көкөністерді, яғни сәбізді, картопты және баклажанды біртіндеп салып, осылай қуырып аламыз. Көкөністеріміздің барлығын қуырып алғаннан кейін енді маклюбемізді жинаймыз. Ол үшін жаңағы етімізді қуырған ыдысқа мен түбін жумаймын, себебі еттің өзінің шамалы күйгені ештеңе етпейді, керісінше сонымен дәмдірек болады. Ыдыстың түбіне ең алдымен пиязды осылай толығымен жайып шығамыз. Одан кейін пісіп дайын тұрған етімізді саламыз, үстінен кішкене басып қойсаңыз болады. Одан кейін қуырылған сәбізімізді толығымен жауып төсеп шығамыз. Сәбізден кейін баклажанымызды төсеп шығамыз және де ең үстіне картошкамызды саламыз. Осы кезде көкөністердің арасына тұз сепсеңіз болады. Егер еттіңіздің тұзы аз болса, осы кезде шамалы тұз себуге болады. Менде етім тұздалған және де мен ең үстіне приправа салатын болғандықтан тұз сеппеймін. Және де картоптың үстіне біздің қуырылып тұрған күрішімізді саламыз.
Күріштен кейін мен тұздың орнына осындай пловқа арналған приправаны, яғни дәмдеуішті саламын. Және де қайнап дайын тұрған ыстық суымызды құямыз. Су біздің күрішімізді толығымен жабу керек, және де 1 сантиметрдей артық болу керек. Суымызды құйғаннан кейін бетін жауып, жоғары отта жақсылап қайнап, суы шамалы азайғанша дейін ұстаймыз. Суы кішкене тартыла бастаған кезде ақырын астындағы қабаттарына тиіспей, бетіндегі күрішті шамалы араластырып қойсаңыз болады, барлық жеріне су тиетіндей етіп. Одан кейін күрішіміздің суы тартылып азайғанда оттың астын өте ақырынға басып, толығымен су бітіп піскенше дейін ұстаймыз. Оған дейін біздің салатымызды дайындайық. Ол үшін 2 қияр, 2 қызанақ және де осындай жасыл пиязды қолдандым. Кез келген салатты дайындасаңыз болады. Дәміне қарай тұз сеуіп араластырамыз. Және де осы салаттың қасына мен банкадағы осындай жүгеріні де қосамын. Енді біздің піскен күрішімізді табаққа аударамыз. Және де маклюбенің ең қызығы осылай барлығы жан-жақтан қасықпен ұрып, табақтың түбін ұрып, күрішін етін түсіреді. Сол ең көңілді әрі қызықты сәті. Ал енді біздің қазанымызды алайық. Күрішімізде түбіндегі пиязда ештеңе жабыспай өте жақсы піседі. Егер сіздің күрішіңіздің суы жақсылап тартылып осылай азаятын болса, дәл осылай жан-жағына сорпасы ештеңе ақпай, әп-әдемі болып түсе қалады. Ал енді біздің дайын салатымызды жан-жағына осылай қойып шығамыз. Қалауыңыз бойынша бірнеше салат дайындасаңыз да болады. Ол енді қанша адамға дайындайсыз және қандай үлкен ыдысқа дайындайсыз, соған байланысты. Және де қалауыңыз бойынша осындай жүгеріні де қоюға болады. Кейбіреулері жасыл бұршақ қосып жатады. Және де қалған орнын осындай айранмен толтырамыз. Міне осымен біздің өте дәмді әрі өте ерекше дайындалатын маклюбе деп аталатын тағамымыз дайын. Жасап көріңіздер, лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Назарыңызға рахмет, сау болыңыз.